Так, балалар, міне енді екінші есепті берем үй жұмысына. Бірге отырып қазір мен шығарылым берем. Сендер главный түсініп, одан дәптерге көшіріп алуларың керексіңдер. Так, ок, басталып қояйық. Міне пирамиданың табаны қабырғасы 1 болатын дұрыс 6 бұрышты дұрыс 6 бұрыш. Пирамиданың биіктігі 3. Пирамиданың толық бетінің ауданы осындай болатын. Яғни толық бетінің ауданы табу керек. Енді пирамиданың толық бетінің ауданы ол пирамиданың табаны қосылған бүйір бетінің ауданы. Бірінші табанынан бастайық. Енді суретте көріп тұрғандай табаны бізде, енді өздерің білесіңдер, 6 бұрыш дұрыс. Яғни табаны 6 мынандай 3 бұрыштан тұрады. Яғни табаны тең 6 көбейтілген s 3 бұрыш. 6, ал бір 3 бұрыштың енді 6 дұрыс 3 бұрыштар. Мынау 1-ге тең, мынау да 1-ге тең, мынау да 1-ге тең. Сонда 2-ден 1 көбейту 1 көбейту 1 көбейтілген синус 60 градус, сол түбірасында 3 бөлінген 2. Сонда болады 6 мен 2 қысқарды, 3 қалды. 3 түбірасында 3 бөлінген 2 шығыптыр. Табаны. Енді бүйір бетін табайық. Бүйір бетін табу үшін мына жерде пирамиданың бір 3 бұрышын тапсақ болды. Бүйір беті яғни 6 бүйір жағында орналасқан 3 бұрыштардан тұр. Енді оны табайық. Ол үшін мына 3 бұрышқа қарайық. Міне қараңдар балалар. Мына 3 бұрыштың ауданын қалай табамыз? Мына 3 бұрыштың ауданын. Енді ол 3 бұрыштың ауданын табудың жолдары көп болып тұр. Давайте біріншісі, мына білеміз біз. A'мыз ол бағанағында мен сызбада көрсеттік. Бұны түгел 1-ге тең. Мына жер 1-ге тең, мына жер 3-ге тең. Олай болса, мына бүйір қырлар қаншадан болады? Бүйір қыры, мұнан А деп қояйық мысалға. AH болады 9 плюс 1 тең түбірасында 10. Яғни мына бүйір қырларын түгелі түбірасында 10-ға тең. Сонда 3 бұрыш тұр бұлайынан тұрған. Оның ұзынына жер түбірасында 10, түбірасында 10. И астында мына бір жер 1-ге тең. Сонда бүйір беті бізде 6s 3 бұрыштан тұрады тағы, тең болады. 6 көбейтілген. Енді мына жерден 3 бұрыштың ауданын табу үшін бізде мына биіктік керек. H деп білейік. H'ымыз неге тең болады? Ол үшін мына бір жер бізде общий 1 болатын болса, мына жақ жарты деген сөз. Яғни H'ымыз ол түбірасты 10-ның квадратынан алып тастаймыз жартының квадратын. Яғни 10-нан аламыз. Түбірасты 10 дегеніміз 10-ның квадраты 10 минус. Енді 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1. Тең. Ортақ бөлім келсем 4-тен 40, 39. Немесе 39 тұра берсін түбірасында 4-тен 2 шығып кетеді. Сонда H'ымыз соғандай. H'ымыз 3 бұрыштың. Яғни мынаның апофемасы былай шыққанда дұрыс пирамида болған. Осының апофемасы тең болып тұр бізде түбірасында 39 бөлінген 2-ге. Болды, 3 бұрыш тең 2-ден 1. Табаны, 3 бұрыштың табаны мынау ол 1-ге тең. И H жаңағы ол түбірасында 39 бөлінген 2-ге тең. Сонда тағы да 2 мен қысқарды 3 қалды. 3 бөлінген 2 түбірасында 39. Дұрыс қойдым түгілі. Сонда толық бетінің ауданы екеуін қосқан бағана 3 түбірасында 3 бөлінген 2 плюс 3 түбірасында 39 бөлінген 2. Тең 3 түбірасында 3 бөлінген 2-ні шығарып жүрсем, мынаның орнында 1 қалды. Минус 3 пен 2 кетіп қалды, 39-дан 3 шығып кетсе түбірасында 13 қалды. Міне сөйтіп мынаның осында екенін көрсеттік. Болды, мына есепті дұрыстап түсініп алыңдар балалар. Так, осымен екінші есепті бердім сендерге, дұрыстап үйреніп бөліп алыңдар.